Бүгінгі өнер хроникасы бағдарламасынан көретіндеріңіз. Халық артисі Роза Қуанышқызы кімдердің әнін тыңдайды? Жалпы жақсы әншілер көп. Қайсы бірін айта берейік дегендей көп тыңдаймын, жастарды тыңдаймын. Бүгінгі күннің ритмі, бүгінгі күннің стилистикасында тыңдаймын. Сондықтан ойлы әншілерді жақсы көремін. Жас әнші Әділет Жауғашар қандай қағиданы ұстанып жүр? Бастаған істі аяғына дейін аяқтау, сол сияқты ешкімнің ала жібін баспа қойды. Сен қандай болсаң, саған да бір сондай нәрселер келеді ғой, негізі сол жамандық істемеуге тырысамыз. Рамазан Амантайдың актерлік шеберлігін шыңдаған кім? Ал енді актерлықтан ең алғаш көзіне түсіп сол кісі бағыт бағдар берген Болат Қалымбетов деген ағам бар. Кумирдің де кумирі бар. Отандық жұлдыздар кімдерді үлгі тұтады? Толығырақ бірер секундтан соң. Шығармасын оқырман сүйіп оқитын жазушыға, ғылымға үлес қосқан ғалымға, көкте самғаған ұшқышқа, дәулескер күйшіге, күміс көмей әншіге еліктейтін жандар жетерлік. Себебі ол сонысымен тұлға. Жетістікке жеткен жандардың жүріп өткен жолынан үлгі ала отырып, соның деңгейіне жетуге болады. Талантты жандарға еліктеу адамды қайрайды, шыңдайды. Әрі өмір жолында үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді. Қай заманда болмасын, өскелең ұрпақтың өнер иелеріне еліктеп, олардың жақсы қасиеттерін бойына сіңіруге талпынатыны анық. Ал көпшіліктің кумиріне айналған отандық жұлдыздарымыз кімдерді үлгі тұтады екен? Білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Жылдан астам уақыт қазақ сахнасындағы ән өнеріне өлшеусіз үлес қосып келе жатқан Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, өмірін өнерге арнаған Роза Қуанышқызы Рымбаева әңгімесін өнер жолында жүрген әріптестерінің еңбегін жоғары бағалайтындығынан бастады. Мен тыңдайтын жұлдыздарым көп. Шетел жұлдыздары да, қазақ жұлдыздары, орыс жұлдыздары, халық музыкасы, классикалық музыка, эстрада. Сондықтан қайсы бірін айта кетейін. Енді өзіміздің жергіліктілерді атап өтейік. Рамазан Стамғазиев, Еркін Шүкіман, Мақпал, Нағима, жалпы жақсы әншілер көп. Қайсы бірін айта берейік дегендей көп тыңдаймын, жастарды тыңдаймын. Бүгінгі күннің ритмі, бүгінгі күннің стилистикасында тыңдаймын. Сондықтан ойлы әншілерді жақсы көремін. Жастайынан сахнадан ажырамай, тек жанды дауыста ән айтып келе жатқан Роза Қуанышқызы миллиондардың кумиріне айналған. Талай ата-ана өмірге келген қыздарына Роза деп ат қойып, өнерге таласы бар талай бойжеткеннің Роза апаларындай әнші болғысы келгені рас. Ал талайды өнерімен тамсандырған халық артисінің өзі кімдердің әнін тыңдайды екен? Менде кумирлар көп. Шетел музыканттарын айтсам да, өз музыканттарымызды айтса да, жоғары деңгейдегі кәсіби орындаушыларды өте жоғары бағалаймын, басымды иемін. Өзімізден әрине Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова, Әлібек Нешіп, Нұржамал Үсенбаева, қазір Сүндет Байғожин. Менің ең жоғары бағалайтын әншілерім, үлгі алғым келеді. Гүлзат Даурбаева, опера әншісі. Бұлар енді классикалық әншілер. Эстрададан біз Ескендір ағамыздың әндерін тыңдап естік. Біз Нұрғали ағамыздың әндерін тыңдап естік. Біз Роза апамызды тыңдап естік. Қазіргі кездерде де жастар, талантты жастарымыз көп. Барлығы мақсат қою керек. Мен жоғары әнші болам, биік әнші болам деп. Мен жастарға тілейтінім сол. Вся планета распахнулась для меня, и эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня, не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет.
Шын мәнінде адамның кімнен үлгі алатыны оның ойлау қабілетіне, сезіміне және жүріс-тұрысына тікелей әсер етеді. Сондықтан тек сыртқы келбеті тартымды адамға емес, жақсы қасиеттерге ие тұлғаға еліктеген жөн. Мәселен, аз уақыт ішінде жаңа әндері хит болып үлгерген жас әнші Әділет Жауғашарды көбі Төреғали Төреәлінің көшірмесі деп жатады. Бір қызығы, қос әнші бір өңірдің тумалары. Бұған қоса өнер иесі Төреғали Төреәлінің әндерін сүйіп тыңдайтын жан. Сондықтан оның төрешке ұқсайтындай жөні бар. Ендеше өнер иесінің өмірдегі және өнердегі ұстаздары кім болды екен? Өмірдегі ұстазым ата-ана. Сол кісілерден, өскенге дейін сол кісілерден бірінші көріп біліп аласың. Сөйтіп кейін өнер келеді. Әр адам өзінің саласы болады ғой. Саласына қарай сол жердің білетіні болады, солардан үйреніп біліп барып істейсің ғой енді. Сол сияқты менде өнерде енді ұстаз деген өте көп. Кеше ғана келдім десем де болады. Сол сияқты ұстаз көп, атап айта алмаймын. Бәрінен сұрап жүрмін. Достарым Өмірзақ Махамбет, Рамазан Амантай және өнердегі үлкен ағалардың біразы бірегей. Жас әнші осы жандардан үлгі ала отырып, өмір мен өнер жолында бірнеше қағидаларды түйіп, күнделікті өмірде ескеріп жүретінін тілге тиек етті. Соның бірі ол қадалған жерден қан алмай қоймайтын жан. Яғни қандай да бір істі қолға алса, соңына дейін жеткізуге тырысады. Артқа бір шегінетін жол жоқ. Негізі бастаған істі аяғына дейін аяқтау. Сол сияқты ешкімнің ала жібін баспа қойды. Сен қандай болсаң, саған да бір сондай нәрселер келеді ғой. Сол жамандық істемеуге тырысамыз, біреуге орғазба өзің сөзін дейді. Өнер иелері көпшіліктің алдында жүргеннен кейін оларға айтылар сын да мін де көп болатыны түсінікті жайт. Олай болса, Әділет өз атына айтылған сынды қалай қабылдайды? Айтылған сынды жаңағыдай айтып кеткендей, адам сыртынан білінбейді. Өзің ішінен іштей дұрыс болғанмен сыртқа дұрыс емес болып көрінуі мүмкін. Сол кезде жанашырларың, достарың айтады, мына жерің дұрыс емес, мына бүйтпеу керек сияқты. Мынандай кезде бүйтіп айтқан дұрыс сияқты деп. Сол сияқты сол сөздерге қарай сөйлеуге болады. Өйткені дос жылатып айтады деген бар. Сол сияқты сырттан келген сындарды дұрыс қабылдау керек. Жас әнші Әділет Жауғашардың айтуынша, әкесі мен анасының берген тәлім тәрбиесі оны үлкен жетістікке жетуге жетелеген. Содан болар Әділет өмір мен өнерде де жол сілтеп отыратын ата-анасының арқасында біреудің қала жібін аттамай, ақысын жемей, әр қашан адалдықтың туын көтеріп жүргенге дағдыланған. Сонымен қатар кең болсаң, кем болмайсың деген қағиданы ұстанады. Қоянбаевтың бірнеше бөлімінен тұратын қазақша бизнес туындысы арқылы танымал болған Рамазан Амантай тек актерлық қабілетімен ғана шектеліп қалмаған. Қазіргі таңда оның ақындық, сазгерлік, қала берді әншілік қырымен де танылып жүрген жайы бар. Ал өнер иесін осы салаларға арнайы дайындап, бағыттап жүрген өнер жолындағы ұстаздары бар ма? Мен әнші емеспін, сондықтан ұстаздарым да жоқ. Бірақ енді дәстүрлі әндерді айтып, сондай қазақы әндерді айтып жүрем, арасында әу демейтін қазақ жоқ деген сияқты. Содан ұстаздарым болған, үйрететін. Күйден енді өз әуесқой күйшілігім бар. Сол күйден ұстазым бар, анам өзінің. Сондай именно ән жағынан, музыка жағынан ұстаздарым сол кісілер. Ал енді актерлықтан ең алғаш көзіне түсіп сол кісі бағыт бағдар берген Болат Қалымбердіс деген ағам бар. Қазір атам ой енді ол кісі. Ал өнер иесі өзіне қарасты айтылған сынды қалай қабылдайды? Айтылған сынды сабырмен қабылдаймын, бірақ оны бәрібір істемеймін. Өйткені сынды қабылдаймын, жаңағыдай ақылға салам, егер орынды сын болса, жақсы сын болса ақылға салам. Есіме сақтап алам, бірақ оны өзімнің ақылым жетіп, өзімнің жаңағыдай желание дейді ғой, жаңағыдай құлшынысын болмайынша істемеймін бәрібір. Я уснул, и скоро зазвенит будильник, и я проснусь. Да, это сон. Багдулет ага, ложитесь, это сон. Багдулет ага, ложитесь. Иркош, какой сон? Успокойся, вставай. Не, Багдулет ага, ложитесь, это сон. Иркош, это не сон. Мы в Африке, и нам хана.
Иә, өнер жолы қиын жол. Бұл салада ең бірінші қажет қағида талант, білім, шеберлік, өз ісіңе деген құштарлық және тынымсыз еңбек. Десе де өнерге жаңадан қадам басып келе жатқан жас әншілер мен әртістер үшін аға буын өкілдерінің өмірлік кеңестерін білу де артық етпейді. Расымен, үлгі тұтқан адамыңның ақылына құлақ түрсең, онда жетістікке де тез жетуге болады. Міне, бұл пікірмен толықтай келісетін Әдемі-ай тобының әншілері Әсел мен Әсем Тілеубердиевалар өнер жолында қай апаларын үлгі тұтатындарын айтты. Қазақ эстрадасында қазақтың ерке қызы Мақпал Жүнісованы өте қатты жақсы көремін, өнерін бағалаймын. Өмірде де әпкем өзінің қамқорлық жағынан өте бір қатты жақсы көретін әпкелерімнің бірі. Ал актрисалық жағынан Құралай Анарбекова бар, тағы кім бар, Аружан Тасыбекова. Әсел мен Әсем Тілеубердиевалар кино саласындағы алғашқы қадамдарын телехикаяға түсуден бастаған. Қос қыздың актрисалық шеберлігіне тәнті болған киногерлерден біртіндеп шақыртулар түсе бастайды. Өз кезегінде Әсем көбінесе келіннің рөлін жақсы сомдаса, Әсел ұяң әрі момын қыздардың рөлін жоғары деңгейде алып шығады екен. Әйтсе де әншілік пен актрисалықты қатар тізгіндеп жүрген қыздардың бүйрегі осы екі саланың қайсысына жиі бұрады екен. Біздің қазақ кинолар кезінде онша емес деп көп айтып жатты ғой елдер. Бірақ қазір өте көп қой, комедия жанрында түсіріліп жатыр, түрлі сериалдар шығып жатыр. Әйтеуір бір-бірімен жарысып өсіп келе жатыр. Бұл қуантарлық жайт. Эстрадамызға келсек те айтып жатады, қазір не көп, әнші көп депші. Бірақ бұған қуану керек. Аспанда ай мен жұлдыз болмаса, жер бетін қараңғылық басады. Осы өнерлілер болмаса, көңілді кір басып кетеді ғой. Сондықтан өнер адамдар көбейе беру керек. Өнер адамдарының тілеуі жақсы. Соны құптаймыз біз. Бүгінде көптің көзайымына айналып жүрген жас әншілер актрисалық қабілеттерін де дамытып жүр. Сондықтан олардың кино әлемінде де бағыт-бағдар беріп отыратын ұстаздары баршылық. Сырт көз сыншы демекші Әсем мен Әсел өнер жолында жүрген ұстаздарының тарапынан айтылатын кез келген ескертпені дұрыс қабылдайды. Сын түзелмей, мін түзелмес дейді. Сондықтан өнерлі қыздар мініңді түзеу арқылы жетістікке жетуге болатынын алға тартады. Бойжеткендердің айтысына қарағанда олар өнердегі әпкелері Жұлдызай Дүйсенбиева мен Дариға Бадықованы өздеріне үлгі тұтады. Иә, сонымен қатар біз негіз киноға келгелі қасымызда бірге ойнағанбыз, үйренгенбіз. Жұлдызай Дүйсенбиева, өнердегі, өмірдегі әпкеміз, Дариға Бадықова, осы кісілермен бірге сахналас болып кинода ойнадық қой. Осы кісілерден көп үлгі өнеге алдық. Өте қатты құрметтеймін. Өнері де, өздері де, мінездері де керемет жандар. Жұлдызай әпкеміздің, Дариға әпкеміздің жаңағы шығармашылығындағы өзінің бір актрисалық бір ерекшелігі бар. Яғни кез келген рөлді бірден алып кетеді. Сосын саған өзінің жаңағы актрисалық жұмыстарын, білімін саған айтып отырады. Сен дұрыс ойнамадың бұл жерде. Мимикамен жұмыс жаса, дауысқа назар аудар, көңіл күйіңді солай қарай өзгерт. Мысалы, келін болса, келін болып сен ойна. Мысалы, мен пол жуғыштың, еден жуғышында рөлін ойнадым ғой кинода. Сен еден жуғышысың ба, еден жуғышы бол. Сен ол жерде әнші емессің деп сондай жағын үйретті. Басында мен оны жаңағындай намыс көріп, ят болады деп жүрдім. Сол жағынан қатты осы өнерде, кинода Жұлдызай әпке мен Дариға әпкеміз көп үйретті. Сонымен қатар бізді негіз киноға алып келген кезде ең бірінші ұстазымыз ол Мақсат Оспанов ағамыз. Осы кісі де көп нәрсені үйретті бізге. Себебі біз білмейтінбіз, киноға қайтып түсетінді, қайтып рөл ойнайтынды да білмейтінбіз. Режиссер болғандықтан барлығын үйретті. Былай ойна, не жерге барсаң осылай ойна деп барлығына бізді үйретті. Әңгіме барысында Әсел мен Әсем жүрек түкпіріндегі армандарымен бөлісті. Мен Джеки Чан мырзаның киноларына түскім келеді, сондай жанрда, яғни боевик, төбелесетін, полиция қызметкерінің рөлінде өзім сондай жақсы көрем. Мен романтикалық жанрда жаңағы қыз бен жігіт ойнайтын кинолар болады. Махаббат. Сондай түрік сериалдарындағы да рөлдерде ойнағым келеді, өзім соны армандап жүрмін. Өнер иелері қазақ эстрадасынан кімдердің әнін сүйіп тыңдайды екен? Маған көбінесе жаңағы қазақи әншілер өте қатты ұнайды. Заманауи әнді айтатындар особо қатты ұнай қоймайды. Қазақида мысалы мен бір аға бар еді. Бір аға? Қанат Үмбетовті өте қатты өлеңдерін де жақсы көрем, өте керемет кісі. Сонымен қатар жерлес әпкем Бейбіт Сейдуалиева,
осы кісілерге қарап өстік қой негізі. Әншілерден осы Қазақстан Республикасындағы барлық эстрада жұлдыздарын тыңдаймыз. Шетел әншісі дегенде бізге Сильвия Акопян. Осы әншіні өте қатты тыңдаймыз. Біздің өнердегі де құрбымыз. Әндері де өте керемет, дауысы да ғажап. Апалы сіңлілі қыздардың өздерін өнерге баулыған ұстаздарына деген алғысы да шексіз. Өнер жолында бізде ұстазымыз өте көп. Вокалдан бізге дәріс берген, осы әннің не екенін үйреткен Айгүл Сатыбалдиева, вокалист Заман ағайымыз бар, ұстазымыз. Үлкен рахмет айтамыз ол кісілерге. Сонымен қатар Арманбек Сұлтан ағамыз осы эстрадаға қосып, бар білгенін үйретеді. Біздің ұстаздарымыз өте көп. Осы сахнаға, үлкен сахнаға алып, республика сарайына шығарған бізді Нұржан Төлендиев ағамыз бар. Осы кісілерге алғысымыз шексіз. Тағы да басқа ұстаздарымызға бас иеміз, себебі осы кісілер бізге көп нәрсені үйретті. Ғалымдардың айтуынша, үлгі еткін келетін адамды таңдаудың екі жолы бар. Біріншісі, бойыңдағы қандай қасиетті дамытқың келетініңді анықта. Сосын сол қасиетті жақсы танытып жүрген адамды ізде. Екіншісі, өзіңді тәнті ететін бір адамды таңда. Сосын оның бойыңдағы өзің танытқың келетін қасиетіне елікте. Міне, осы екі қағиданы ескерген белгілі айтыскер ақын Сырым Әуезханның өнердегі ұстаздарына айтар алғысы шексіз. Ол дәл қазіргідей танымалдылыққа ие болып, биік шыңдарды бағындырып жүруі сол кісілердің арқасы деп біледі. Сондықтан ақын өнерде жүрген әрбір ұстазын ерекше құрметтейді. Өте жақсы сұрақ. Енді бізде ағаларымыз, мен айтыскер ақынмын ғой. Айтыста алғаш ұстаздың біреу болмайтындығын айтқан бірнеше болатын. Бірақ енді мен алғаш айтысқа үйреткен Мейіржан Әлібек деген ақын. Ол кісі қазір өнер барысы жобасының негізгі ұйымдастырушыларының бірі, Балымбек екеуі. Одан кейін Сердат аға осы өлеңнің лирикасын жақсы түсіндірген, және негізі қатты тәрбиелеген мені. Былайынша айтқан кезде тырнақшаның ішінде тепкілеп жүріп осы айтысқа үйреткен Жандарбек Бұлғақов ақын ағамыз. Сол кісінің қасында кәдімгі түнеп жүріп үйрендік. Ал енді өмірдегі деген кезде бір жалпы үлгі тұтатын ағам Мұхамеджан Тазабек. Сол кісінің қасында көп жүремін, ақылын тыңдаймын. Өйткені ол кісі тек қана айтыскер емес, кәдімгі үлкен тұлға. Айтыскерлікке ғана оны бір сыйдырып қоя алмайсың. Қай жағынан болса да, кешеде Бейсен Құранбек өмірден өткен кезде қаншама жақсы сипаттарын көріп, тұлғалығын танып жатырмыз ғой. Көп жағдайда адамның жақсылығы өмірден өткен деген айтылады ғой. Енді біз енді шынайы сол қадірін білген адам ретінде, қасында жүрген адам ретінде қай жағынан да үлгі тұтуға тұрарлық адам осы Мұхамеджан ағам деп ойлаймын. Иә, кумирдің де кумирі бар деген. Енді өнер сахнасында жүрген жандардың үлгі тұтатын кумирлеріне кезек бермекпіз. Актер Аман Ғұмаров, Бақытжан Әлпейісов, Еркебұлан Дайыров, Жандос Айбасов, Азамат Сатыбалды және Дулға Ақмолда, Медғат Өмірәлі сияқты тамаша актерлерден үйренгені көп болғанын айтады. Айтуынша, аты аталған актерлер өнерге таласы бар жандардың қай-қайсысына болсын үлгі. Сондай-ақ жас актерлерден Әбілмансұр Серіков, Мирхат Амангелдин, Аян Өтепберген, Асылхан Төлеповтан үлгі алуға болатынын жеткізді. Белгілі әнші Әбдіжаппар Әлқожа бір кездері өзіне тек пайғамбар ғана үлгі бола алатынын айтқан. Алайда пайғамбарды кумирім деп санаған өнер иесінің әрекетін жұрт біраз сынның астына алған еді. Славян базары 2019 байқауында жеңіске жетіп, әдемі даусымен отандастарымызды, алыс жақын шетелдегі тыңдарман қауымды тамсандырған Әділхан Макин болашағынан зор үміт күттіретін өнер иелерінің бірі. Ол еліміздегі әншілерден Димаш Құдайберген мен Қайрат Нұртасты үлгі тұтады. Ол болашақта қос өнер иесі сияқты қазақ эстрадасын жоғары деңгейге жеткізуді көздейді. Кейде жылап, кейде күліп, құбылатын Оның ойынша
Қайрат Нұртас тек Әділханға ғана емес, барлық отандастарымыз үшін үлгі тұтуға тұрарлық жан екен. Қызығы сол, бір кездері Әділхан Қайраттың қолынан ән айту келмейді дегендердің қатарында болған. Алайда ол Қайрат Нұртаспен бетпе-бет жүздесіп, кейін шығармашылық сапармен еліміздің түкпір-түкпіріне сапар шеккенде, оның өте еңбекқор әнші екеніне көзі жеткен. Кейіннен эстрада жұлдызының өнерге деген шексіз махаббатын көргенде, Қайрат Нұртасқа деген құрметі одан сайын еселене түскен. Ал белгілі әнші Иса-Али Мұса болса, қазақ сахнасында ешкімді бөліп жармайды екен. Сондықтан өнер иесінің мен деген кумирі жоқ. Ал шетелдің әншілеріне деген қызығушылығы оянбаған. Аялдашы, ашуға жол бермек, мен сені шын сүйемін, ең алғаш көргенде, жанымды енді сенің сез алмас ешкім дәл менде. Сертіңе берік болсаң, кетпесең өзгемен, өзіңмен бір бақытқа жетуді көздеп ең. Шынымен жаным дешкен, дәл сендей жаным сезбеген. Дидар Каденнің үлгі тұтатын тұлғалары Уилл Смит пен Джейсон Стэтхэм екен. Голливуд жұлдыздарының сымбаты мен өз жастарынан әлде қайда жас көрінуі әншінің таңданысын тудырған. Дидар Каденнің айтуынша, биік тұғырдан көріну үшін үнемі шыңдалу керек. Мейлі ол шығармашылық болсын, мейлі сырт келбет болсын, аянбай тер төгуің керек. Әнші сонда ғана халық сені кумир ретінде қабылдайды дегенді айтады. Жүрдің бе, суату жанды бір күнде, ұмыту бәрін бір күнде, айтшы сен мүмкін бе. Луинаның өнер жолына түсуіне кумирі әсер еткен. Әншінің кумирі Роза Қуанышқызы. Ол Роза ханымды ең алғаш Ақтау қаласында өткен ән кешінде көрген. Луина дәл сол кезде жасының нақты нешеде болғанын білмейді. Алайда атасы мен әжесінің қалай ертіп барғанын және Роза Қуанышқызының қандай көйлектер киіп шыққанын мүдірместен айтып бере алады. Мұны әнші үлгі тұтатын адамына деген ерекше махаббаттың арқасы деп біледі. Я сяду в самолет с мыслями о своем, преодолею притяжение, знаю, что будем мы вдвоем. Время замедликов, но я научилась ждать. Мы с тобой будем вместе, слышишь, и я смогу тебя обнять. Екінші Димаш атанып кеткен Ержан Максим, Лара Фабиан, Андреа Бочелли секілді әлем мойындаған жұлдыздарды үлгі тұтатынын, әрі сол тұлғалардай болғысы келетінін тілге тиек етті. Бұған қоса жас әншінің болашақта Димаш Құдайбергенмен бірге дуэт жасам деген арманы да бар. Ендеше қымбатты көрермен, бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын Аль Пачиноның мына бір нақыл сөзімен қорытындыласақ. Өмірдің құпиясы өзіңнен жақсылармен араласу, өзіңнен мықтылармен күресу, қол жетпейтін адамды сүю, өзгелер өлетін жерде тірі қалу. Ал сіздің кумиріңіз кім?